Құдайға құлшылық қылып, намаз оқитын жамағаттың жетекшісі имам. Ол күллі мұсылман үмметінің үлгі тұтар тұлғасы. Мен өмірімнің ғибратқа толы болуын қалаймын. Әрі сол ізгілікке жетуге талпынамын. Әлбетте, ең бастысы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам салған сара жолына ілесіп, әділетті болуға, әрі ынтымағы мен бірлігі жарасқан, бүгінгі қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған қоғамның дамуына зор үлес қосу менің азаматтық міндетім. Адамдарға қамқор бейіл танытып, қолыңнан келгенше көмек көрсетуің де ізгілік болса керек. Себебі, көптеген адам басына қиындық түскенде тығырықтан шығар жол іздеп бізге келеді, әңгімелесіп, кеңеседі. Жұдырықтай жүрегімен аманатын табыстап, сенім білдіреді. Сондықтан мен әрбір ісіме үлкен жауапкершілікпен қараймын. Мұсылман бауырларымның сөзін мұқият тыңдап, оларды Алла тағаланың сөзі қасиетті Құран мен өнегі өзегі болған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам даналығының кәусарына нәр алуға шақырамын. Адамдардың кеуделерінде үрей мен уайымның қара бұлты сейіліп, үміттің шоғын үрлеймін. Сөйтіп, олардың жүректерінде тыныштық орнап, тұрақтылық салтанат құрады. Мен адамзаттың абзалы пайғамбарымызды, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үлгі тұтамын. Өйткені мен мұсылманмын.